Бәріңе сәлем, бүгін біз YouTube не хабарды жалғастырамыз. Осы апта жаңалықтарында AliKZ өзінің алтын кнопкасын алды. TikTok'тағы жаңа рекорд, қазақ Instagram'дағы жаңа рекорд және де YouTube өзінің TikTok сияқты нәрсесін жасап жатыр. Егер жаңалықтар саған қызық сияқты болса, лайк баса отыр. AliKZ'тің миллионға жеткенін өздерің естіген боларсыңдар. Міне осы жақында ол өзінің алтын кнопкасын алды. Екі арнасынан күміс кнопка алған болатын. Осы арнасының бұрынғы күміс кнопкасы бар. Сонымен ода енді 3 кнопка бар. Вот, алтын деген міне менің қолымда, достар. Вот, официально AliKZ деген жазуы бар. Бұл менің алтыным, маған келген. Енді бұлар сендердікі, достар. Алтын сендердікі. Міне, достар, құттықтасаңыздар болады. Әрбір құттықтап отқан фанаттарға рахмет, барлығына жұғысты болсын. Барлықтарына тіледім осы алтынды. Давайте, достар. Міне осы видеоны бәрін көрген боларсыңдар. Бұл видео TikTok'та рекорд қойды. Осы видеоның арқасында автор Белла Порч аз уақыт ішінде 24,5 миллионға жетті. Ал оның жаңағы видеосы 413 миллион қаралым жинап TikTok'тан рекорд қойды. Қазіргі күнде ол видеода 34,6 миллион лайк, 1,1 миллион комментария, 960 мың бөлісу бар. Келесі жаңалық, осыдан біраз уақыт бұрын Нұрлан Қоянбаев өзінің Instagram парақшасында Қазақстанның туын қойып, ол посттың артында 100 миллион комментария жинайық деген челлендж бастаған болатын. Қазір ол постта 500 мыңнан астам лайк, 10 миллионнан астам комментарий жиналды. Instagram осы жылдың тамыз айында өздерінің TikTok сияқты приложенияларын жасап жатқанын айтқан болатын. Ол приложение Reels деп аталады. Енді осы жақында YouTube та өздерінің TikTok сияқты нәрселерін жасап жатқандарын айтты. YouTube Shorts деп аталатын болды. Reels'тің де Shorts'тың да қашан шығатынын білмеймін, бірақ шамамен келесі жыл шығып қалу керек. Олардың барлық функциялары тура TikTok-тікіндей. Қалай ойлайсыңдар, TikTok-қа хана ма? TikTok өлетін ба, қалай ойлайсыңдар, астыға жазып кетіңдер. Мінекей жаңалықтар осындай болды. Бұл жаңалықтар туралы не ойлайсың? Астыға өз ойыңды қалдыр. Және де арнаға әлі тіркелмеген болсаң тіркеліп, лайк баспаған болсаң бас.